Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, бүгін сіздермен Наполеон тортын әзірлейміз. Торттың құрамы өте қарапайым заттардан жасалады және өте дәмді шығады. Ең алдымен 420 грамм ұнға 220 грамм сары майды қосып, крошка жасап аламыз. Жүз грамм бөлме температурасындағы суға 1 жұмыртқаны, жарты шай қасық тұз және 1 шай қасық уксус қосып жақсылап араластырамыз. Жаңағы дайындап алған қоспамызға қосып, қамыр илейміз. Қамырды көп илеудің қажеті жоқ, тек қана бір-біріне біріксе болғаны. Қамырды пакетке салып, жарты сағатқа тоңазытқышта қалдырамыз. 1 литр сүтке 200 грамм қант, 100 грамм ұнды қосып, заварной крем жасаймыз. Ұнның комоктары қалмау керек, барлығын жақсылап араластырамыз. Сосын отқа қоямыз. Мен сияқты осылай сулы монша дайындап алсаңыздар болады. Крем қоюланғанша қайнатамыз. Енді кремнің бетін жауып, осылай суығанша қалдырамыз. Енді корждарымызды дайындаймыз. Осылай қамырымызды ұнға ұнатып алып, 10 бөлікке бөлеміз. Бөлінген қамырларды дөңгелектеп, бетін жауып қойып қоямыз. Енді осылай пергамент қағазына жайып аламыз қамырымызды. Содан кейін кез келген формаға келтіріп кесіп алсаңыздар болады. Үйдегі бар затпен мен кольцомен кестім. Сіздерде кольцо болмаса, тарелкамен немесе крышкамен кессеңіздер де болады. Қамырдың шетін осылай кесіп алып, кішкене алшақтау қойып пісіріп аламыз. Және бетін вилкамен міндетті түрде тесіп шығамыз. Біздің корждарымыз дайын. Міне осылай қытырлақ болып шығады. Ең астына крем жағып алып, осылай корждарымызды жинап шығамыз. Торттың бетіне осындай жаңағы шетіндегі қамырларды қолданамыз. Торттың бетін осылай қаптап, кемінде 2 сағатқа тоңазытқышта қалдырамыз. Тортымыз дайын, өте дәмді, нәзік болып шығады. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен болған Перизат, астарыңыз дәмді болсын.